көктем мезгілі. Дұрыс, отырамын. Көктем мезгілі басталды. Осы көктем мезгілінде қандай мерекелер болып жатыр? Қандай мерекелер болады? Тағы да. Яғни кім айтады? Талапкерлер бар ма? Гүлжайна? Қыздар мейрамы болады, өмірде 22 наурыз. Яғни ол қандай? 22 наурыз? Ұлттық қазақтың жаңа жылы. Дұрыс. Қыздар мейрамы дейміз бе балалар? 8 наурызда қандай мереке дейміз? Ағила? Аналар мерекесі деп Аналар мерекесі дейді. Дұрыс. Міне көріп отырсыңдар, осы көктемде, яғни мерекелер келген деп жатыр. Осы аналар мерекесіне біз бүгін қазір гүл шоқтарын теріп сыйлаймыз. Дайынбыз ба? Аналарымызға гүл сыйлауға? Дайын болсақ, онда кәне осы үй тапсырмасын осы кім гүл көп шоқтарын жинайды, сол бойынша, яғни біз сендерді білеміз, кім анасын қатты сыйлайтынын. Кәне шығам деген талапкерлер бар ма? Жәнерке. Келе ғой. Бір гүл шоғын ал, қалаған жеріңнен. Сұрағымды қатты оқы. Неше септік бар? Қазақ тілінде 7 септік бар. Атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, шығыс септік, жатыс септік, көмектес септік. Балалар, дұрыс айтты ма? Кәне, кім айтады? Жатыс септік пен шығыс септік екеуінің орнын ауыстырып жіберді. Шатастырып жіберді. Я қайтып бағалаймыз? Қандай бағалайсыңдар? Кәне, дұрыс. Тамаша, отырамын. Жәнерке, шатастырып дұрыс. Келесі кәне, Нұралы. Жылдам қиындаймыз, иә балалар? Аламыз да, күніне тақала басал, жарайды. Морфология нені зерттейді? Морфология сөз таптарын зерттейді. Дұрыс па балалар? Дұрыс, иә? Морфология сөз таптарын зерттейді. Өте тамаша. Қошемет. Келесі кәне, ала сетпек сен. Төбеден басылы бар. Сізге қошыларға қараймыз. Санесім дегеннен заттың санын білдіретін сөздерді санесім деп атаймыз. Оның сұрақтары қанша, неше, қаншаншы, нешенші. Дұрыс па балалар? Ал кәне бағдаршам арқылы бағалаймыз. Өте тамаша. Дұрыс, жақсы, отырамын. Келесі кәне, ағыркені көрейік кәне. Ағырке тақтары шыға көрейік кәне. Ал сен бір бөлімді ал. Әр жерден ала берсеңдерші. Басып аламын. Сұрағы. Әже сөзін септер. Атау септік кім? Әже, ілік септік кімнің? Әженің барыс септік кімге? Әжеге табыс септік кімді? Әжені жатыс септік кімде? Әжеде шығыс септік кімнен? Әжеден көмектес септік кіммен? Әжемен. Тамаша, от шашу. Өте тамаша, отыра ғой. Жақсы, келесі кәне. Ал сандуғашты көрейік, сандуғаш қандай сұраққа жауап берер екен. Балалар, әр жерден алып жауап бере берген жарай ма? Шоқ гүлін кесілген жерден, иә. Майра биледі, Майра сөзін есімдікпен ауыстыр. Дұрыс, ал. Майра сөзін қандай есімдікпен ауыстырасың? Қайтып айтуға болады ол сөйлемді? Майра қандай би биледі? Жоқ, есімдікпен ауыстыру керек қой. Майра биледі дегенде Майра сөзін есімдікпен ауыстырамыз. Кәне, қалай айтуға болады? Сен сұрақ қой деп атқан жоқпыз, есімдікпен ауыстыр. Кәне, кім көмекке? Кім? Ал, Гүлдана. Ол биледі. Дұрыс айтады, Майраның орнына ол деген есімдікті қоюға болады екен, мен ауыстырған. Өте тамаша. Кәне, бағдаршам арқылы бағалаймыз. Дұрыс, жарайсың отыра ғой сандуғаш. Мұқият болыңдар сұраққа балалар. Сұрақ тоқтағанда мұқият болыңдар. Кәне, тағы талапкер. Ал, Гүлдана. Гүл шоғын аламыз, жылдам қимылдаймыз. Жіңішке дауысты дыбыстарды ата. Жіңішке деп тұрды, жіңішке. Аның сыңары? Бұлар не болады бізде? Жіңішке дауысты дыбыстар екен. Дұрыс, отыра ғой. Келесі кәне, қошемет. Келесі кәне, тағы, алып жанды кәне сен. Жылдам қимылдаймыз кәне. Ширақ болайық, жылдам болайық. Сұрақты дауыстап қатты оқимыз. Есту үшін бір-біріміздің. Жуан дыбыстарды ата. Жоқ, жуан. Ondan sonra Öyle gel. O. Jo.
А, Е, Ё, О, О, А. Жатады, иә? Аха, осы жердегі я, ю, ё әріптері. Неге оларды жуан дауыстарға жатқызамыз? Неліктен деді? Оларды кәне бұл ережені тағынып жүрейікші, кәне қосымша. Жәнерке? Ю, Я, ол, Орыс тілінен енген сөздер қосарлы дыбыстар, иә? Оларды жуан да жіңішкеге жатқызуға болады. Дұрыс, отыра ғой. Отыр, Аружан. Келесі, кәне, Аружан оқыды, берін бағалар жіберейік, шыдан шақырап сол мейлі. Бағдаршамен ба? Дұрыс, өте тамаша, дұрыс. Неге сарығы қойдың сен? Ағырке, өз ойында айтшы, мысалы сен сарығы өтердің, дұрыс. Менің ойымша, Аружан бұл сұрақты толық айта алмады. Айта алмады, дұрыс, толық дұрыс жауап бере алмады, дұрыс. Келесі сабақта енді ол елдің болады, дұрыс, тамаша. Келесі кәне арай, жылдан. Бақтарды гүл шоқ алғыларың демей ме, мамаларына шоқ гүл сыйлағыларың демей ме? Жалғаулардың неше түрі бар? Жалғаулардың 2 түрі бар. Неге? 4 түрі бар. 4 түрі бар, дұрыс, қандай? Көптік жалғау, септік жалғау, тәуелдік жалғау, жіттік жалғау. Жылғауды. Дұрыс па балалар? Иә. Қош емес, отшақты. Тамаша, отыра ғой, келесі кәне, Сәния. Жылдан кәне, сен көрейік кәне. Бәріміз бір шоқ гүл алып қысай, кәне, жылдан, тез. Сын есім деген не? Сын есім заттан сыннан пішінін, түсін білдіретін Сөз табын. Сын есім дейміз. Мысалы, қызыл, сұрақтары, қандай, қай, дұрыс. Мысал келтіреміз. Мысалы, қызыл, Қызыл сұрақ қоямыз. не, қандай. Қандай қызыл? Келсеңіздер балалар? Қошемет, отшашу. Дұрыс, өте тамаша, отыра ғой. Келесі кәне Әсияны тыңдайық. Әсия тері гүл шоғын аламыз. Жылдан кәне. Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дұрыс, ал. Жаңа дыбыстарды айттық қой, солар нешеге бөлінеді екен? Дыбыстар 2-ге бөлінеді. Иә, қандай бұл? Дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар. Өте тамаша. Қошемет, дұрыс, отырамыз. Келесі кәне Ағила, тыңдай кәне гүл шоғын мамасына сыйлайды келіп қайтып. Аға сөзін тәуелде. Менің ағам, сенің ағам, сіздің ағаңыз, оның ағасы. Дұрыс. Жоқ, Ағила, бұл қайтып де? Жекеше түрде, көпшілікті тәуелдемейміз ба? Біздің ағамыз, сендердің ағаларың, сіздердің ағаларыңыз, олардың ағалары. Келісеміз ба? Өте тамаша. Арай, не дейді насырағын? Жылдан. Бала қайын үй сөздеріне көптік жалғау жалға дейді. Ал, жалға. Көптік жалғау. Баланы кәйт көпше айтасың сен? Балалар. Иә. Қайын. Көпше түрде кәйт айтасың? Қайындар, дұрыс. Ары қарай? Екеу екі сөз бі? Балалар, қайындар. Дұрыс. Отыра ғой. Көптік жалғау қайсы? Лар, лер. Көптік жалғаулар болып тұр, дұрыс. Келесі, кәне, ал Әсия келе ғой. Білмей тұрман көрсетті. Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім деп атаймыз. Оның сұрақтары кімдер, нелер? Мысалы, ары. Иә. Кім? Арай, дұрыс, отыра ғой. Келесі, кәне, жылдан, Ағила кеші кәне, жылдан кеші. Есімдік деген не? Есімдік деген зат есім, сын есім, сан есімнің орнына қолданылатын сөзді есімдік деп атаймыз. Есімдік деп атаймыз. Тағы да есімдік не деп атауымызға болады екен? Не деп атауымызға болады еді? Орынбасары деп атайды екенбіз. Айттық қой, егер директор жоқ болса, оның орнына кімдер болады орынбасарлар? Директорға орынбасарлар. Сол сияқты біздің есімдіктің де несі орынбасарлар. Яғни зат есім, сын есім, сан есімнің орынбасары есімдік екен, алмастырып. Өте тамаша. Қошемет. Сәния, үнсіз отырмыз. Бүгін мамасына гүл шоғын сыйлағысы келмей тұр ау деп. Бұл жылдан тез. Оқы, кәне? Септіктің жалғауларын аты. Септік жалғауларын кәне? Тез. Адам септік, кім, не? Жоқ, жалғауларын атаймыз бірден. Адам септікте жалғау бар ма? Жоқ. Дереу арна кете береміз. Ілік септік, кімнің, ненің? Нын, дын, тын. Дұрыс. Арыз септік, кімге, неге? Қайда?
Ға-ге, қа-ге, а-ге. Ға-ге, дұрыс. Ары қарай. Табыс септік. Кімді нені? Дұрыс. Жалғаулары. Н, Д, Т. Өте тамаша. Жат септік. Кімде неде? Жалғаулары. Да, те, на, не. Өте тамаша. Дұрыс. Ары қарай. Шығыс септік. Кіммен немен? Жалғаулары. На, нен, дан, тен, тан, тен. Көмекте септік. Кіммен немен? Жалғаулары. Мен, тен. Тамаша. Өте тамаша. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Ал біздің ең соңғы Ал көрейік, Жанеке, ең соңғы кәне біздің тортып берем екен, көрейікші кәне. Тұрлаулы мүшелерді атады. Ал. Тұрлаулы мүше дегеніміз ол. Ал, мені бағына тұрлаусыз атап кетті Гүлдана, егер тыңдап отырсам, пысықтаушы, анықтаушы, толықтаушы деп мен саған көмек берейін. Ал, қалған қандай мүшесі тұрлаулыға жатады? Дұрыс айтасыңдар, бастауыш пен баяндауышта қандай мүше дейді екенбіз? Тұрлауыш мүшелер дейді екенбіз. Отыра ғой, тамаша. Міне балалар, бүгін біз өтілген тақырыптардың барлығын ережесін қайталап есімізге түсірдік, иә? Енді сол есімізге түсірген кезде бізде қандай сөз шықты? Қоршаған ортаны қорғаймын деді, дұрыс. Бұл біздің неміз бұл балалар? Бөліміміздің несі? Бөліміміздің жалпы тақырыбы екен, дұрыс. Енді қоршаған ортаны қорғаймыз дегенде қалай түсінесіңдер? Не ол қоршаған ортаны қорғау деген? Қалай түсінесің? Қысқа нұсқа ойымыз айтамыз. Менің ойымша, қоршаған ортаны қорғау дегеніміз нені қорғау керек? жан-жануарларды Жан-жануарларды қорғау керек екен, дұрыс. Отыра ғой, Арай. Қоршаған ортаны қорғау, менің ойымша қоршаған ортаны қорғау табиғатты ластамау, бұтақтарды жұлмау, аң-құстарды атпау. Дұрыс, өте тамаша. Тағы ой бар ма? Тағы деп қосатын ой бар ма? Яғни қоршаған орта дегеніміз осы екен, иә? Енді осы жерден көріп отырсыңдар, аң-құстарды атпау керек екен, жаңағы ағаштарды, табиғатты аялап, біз оларды күтуіміз керек екен, иә? Саяхатқа барсақ, от жағатын болсақ, ол отымызды егер өшірмей кетсек, қандай қауіп-қатер төндіреміз? Өрт шығуымыз керек. Яғни біз барған жерімізде бәрімізде ережені не қылуымыз керек? Сақтауымыз керек екен. Олай болса, балалар қараңдар, қазір есімдерге мына нені суретті қарай, осыдан біз тез-тез не қыламыз. Осы қоршаған орта бойынша сендердің нелерді көреміз кәне. Ал бірінші суреттен кәне кім не айтады, не байқап көрді? Ал кім айтады, бар ма? Өз ойын, өз несін не қылатын. Ал Асия не айтасың сен? Бұл суретте қоқыстарды жинап жатыр, табиғатты ластамау. Табиғатты ластап кеткен жерде не істеп жатыр мына? Балалар қоқыстарды жинап жатыр. Тағы да не істеп жатыр? Тағы да Қапшыққа салып жатыр. Табиғатқа көмектесіп жатыр. Менің ойымша олардың істеген әрекеттері дұрыс. Өте дұрыс. Қош екен. Келесі мына суретке қараймыз кәне. Мына жерде кім өз ойын білдіреді? Бар ма талапкер? Ал Арай, не айтасың мына ойдан? Осы табиғатты қорғап, оған ағаш егіп жатыр. Я қай мезгілде? Көктем мезгілінде және күз мезгілінде не істеуге болады екен? Ағаш отырғызуға, егуге болады екен. Дұрыс, тамаша. Енді қараңдаршы осы жерден. Міне, қоқысты жинады, салды, көмектесті. Мына жерде ағашты екті, жерді қазды дегендегі сөздердің, яғни сөйлемді ең соңында сөйлем аяқталу үшін, сөйлемнің мағынасын түсіну үшін қандай сөйлем жасасақ, сөйлем соңында не тұру керек екен балалар? Не аяқтатып бізге түсіндіріп тұрады? Не екен? Кім біледі? Кім айтады? Әсетбек, не тұру керек? Етістік тұру екен. Дұрыс айтасың. Егер етістік жоқ болса, біз сөйлемнің мағынасын білеміз бе? Сөйлемнің аяқталғанын білеміз бе? Білмейді екенбіз, иә? Дұрыс. Олай болса, қазір мына жердегі нені біз жалпы бәріміз, яғни шешіп жіберейік. Нені жұмақты шешіп жіберейік. Сонда бүгінгі біздің тақырыбымыз шығады екен. Ал, ой. Ай-өкпейде болып, ондай болады. Міне, мынау не болды? Қайдан біліп қойыңдар етіс екен? Кәне? Мынау не? Етік дегендегі соңғы әріпті алып тастаймыз. Қандай болады? Етік. Дұрыс. Мына жерде? Сәбіз. Қанша жерден алып тастаймыз? Алдынан ба, артынан ба? Артынан. Сонда не қалады? Қандай әріп қалады? С. Жаңағы қандай буын қалып еді? Етіс болды. Мына жерде үтік дегендегі? Нені? Алдынан аламыз ба, артынан аламыз ба?
алып тастаймыз. Не болды сонда? Етістік. Қандай сөз шықты? Етістік. Сонда бүгінгі балалар біздің тақырыбымыз қандай екен? Етістік екен. Өте тамаша. Етістік деген бүгін тақырып шықты. Бүгін біз кітаптарында ашасыңдар 64-ші бет пен 65-ші бетті ашамыз. Сол жердегі біздің тақырыбымызға назар аударамыз. Бүгінгі біздің мақсатымыз балалар. Етістіктерші. Ана жерде қараймыз. Мәтіндерді салыстырмалы түрде талдау жасаймыз. Етістік туралы білетінімізді еске түсіреміз. Біз негізі етістікті өтіп кетіп бара жатырмыз ғой бәрі. Бірақ бізде бұл тек қана жалпы әшейін етістік туралы берілген. Ал 61-ші жаттығуға назар аударайықшы. Жұмбақты оқып жатқа жаз дейді. Кәне жылдам оқимыз. Шешу не екен? Арай. Жауабы бақ-бақ болды. Бақ-бақ. Оқышы сен осы тақпақ. Кәне. Жұмбақты. Көктем жапырақ басына сары қалпақ киеді. Күзге қарай қалпақ ұшып кетеді. Дұрыс. Не екен бұл? Бақ-бақ екен. Дұрыс. Кел тақтаға соны жазғанымыз. Жылдам. Енді. Жаттығуды жазбайық. Бірден жаза береді. Әдейі жазуға тырысамыз. Басына сары қалпақ. Күзге қарай қалпағы. Көшеден етістіктер жылдам. Етістіктер балалар, етістік дегеніміз сөз табында етістік, сөйлем мүшесінде не? Баяндауыш. Қанша рет тұсамыз? Дұрыс. Баяндауыш. Иә, неше рет тұсамыз? Сұрақ қоямыз, дұрыс. Киеді, дұрыс. Өте тамаша. Күзге қарай қалпағы қалпақ ұшып кетеді. Сұрақ қоямыз. Не Не істейді? істейді? Дұрыс. Ұшып кетеді, дұрыс. Екеуі біріктіріп тастасын. Ал енді осыған назар аударып таңдаймыз қарадар. Енді артыр арай. Мына жерде қарашы, оқышына сөйлемді жылдам. Көктем мен жазда басына сары қалпақ Еді, киеді. дұрыс. Міне сөйлем бітті. Иә, осы жерде. Осы жерде етістік қанша етістік болды мына жерде? Біреу ақ болса. Ал демек бір етістік болса не деуші біз? Дара етістік. Мынау киеді деген сөзіміз қандай етістік екен? Дара етістік төбесіне д е. Жазып қойыңыз. Кішкентай д ме? Нүкте. Бұл бізде дара етістік екен, иә? Дұрыс. Ал енді мына жерде оқуға келесі. Күзге қарай қалпағы қалпақ ұшып кетеді, дұрыс. Бұл қандай етістікке сұрақ қоямыз? Күзге қарай қалпағы қалпақ не істейді? Не істейді? Ұшып кетеді. Бұл не болады? Кетеді. Неліктен дәлелдейміз, дәлелдейміз. Ал қазір қанша сөзден құралып тұр? Екеуі бірігіп, бір сұраққа, дұрыс. Бұл яғни бізде қандай етістік болады екен? Сөз табында не болып тұр? Жоқ, сөз табында етістік, сөйлем мүшесінде баяндауыш болып тұр. Өте тамаша, дұрыс. Отыра ғой, дұрыс. Келесі кәне, осы бақ-бақ шешуі не дедік біз? Бақ-бақ дедік па? Ал бақ-бақты кәне жылдам кім септеп береді? Жылдам, ал ағырке, жылдам. Ілік септік неден барыс септік неге бақ-баққа, табыс септік нені бақ-бақты Мына жеке жұмыс балалар. Мына жерде сендер. Неден бақ-бақтан көмектесек немен бақ-бақпен. Дұрыс, өте тамаша. Қошемет. Енді мына жеке жұмыс дереу мына жерде сендер туынды етістіктерді белгіленген не болса астына жазасыңдар. Жол тұр, жылдам. Туынды деген не еді? Кәне, кім айтады? Туынды деген Қосымшадан иә, түбірге не жалғайды екенбіз? Қосымшаның қай түрін? Жалғауды ма, жұрнақты ма? жұрнақ. Түбірге, жұрнақ, жалғану арқылы жасалған Сөздерді. не дейміз? Туынды етістік дейміз. Ал мына жерде қарама. Ал, мысал келтірсең дейсің бе? Ал айтыңызшы. Мысалға ойла, күлімсіре, күлімсіре. Дұрыс, тоқта. Енді ойла дегенде түбірі қайсы? Ой. Ой, дұрыс. Қай сөз табылып отыр? Сұрақ қойшы. Зат есім. Ал ойла деген не болды? Не істе? Ойла. Яғни зат есімнен неге айналып кетті? Етістікке. Яғни бұл туынды
туынды түбір болып кетті, дұрыс. Отырабай, өте тамаша, қошемет. Артықша жасамыз жеке жұмыстар. Болғандарың қол көтеріңдер де уақыт бой бересің. Туынды етіп тапқандарың бойынша. Жылдам теріңдер де тез-тез. Кім болды қол көтереміз, айтамыз. Орындаңдар. Қанша тапты кәне? Болыңдар. Әсия, түбір несіне шейін ажырат. Оқы. Бірінші етістік жырлы. Ал түбірі қайсы? Жыр. Я қай сөз табынан? Жыр дегенге сұрақ қойшы. Не? Жыр. Қай сөз табы? Затесін. Затесін дұрыс. Ал жырла бол мен? Өлеңді жырла. Өлеңді не істе? Жырла. Не болды бұл? Етістік. Етістік. Яғни ла жұрнаған аты не болды? Етістік. Туынды. Туынды болды. Туынды түбір туғызды. Дұрыс. Тағы бар ма тағы? Айт, оқы. Жүзді. Жүзді. Ал түбірі? Жүз. Жүз. Қай сөз табы? Затесін. Санесін дейміз, я. Ары қарай? Д. Жалғанда етістікке айналды. Жұрнақ жалған айтсаңшы. Жұрнақ жалғанда Неге айналды? етістікке айналды. Яғни туынды етістік не істеп алдық? Жасап алдық. Яғни өзгерді. Дұрыс. Яғни жүзді. Не сұрағы? Не істеді? Өте тамаша. Қошемет. Келесі тағы кім болды? Басқа. Ал жәнеке. Басқамыз не? Оқы. Кімдікін оқымаймыз, қайталамаймыз. Басқасын. Жылдам. Біріншісі Жылдам. ақылдас. Иә. Бірінші Түбірі. түбірі ақыл. Сұрақ қоямыз? Не ақыл. Да сол Жұрнақ. Не болып кетті енді? Ақыл түбірі. Не? Не. Ал ақылдас. Қайт. Неге айналып кетті? Етістік тұрды. Яғни туынды етістік. Яғни туынды түбір болып кетті. Түсіндер ма? Түбірі өзгеріп кетті де туынды. Ал сандуғаш сен не айтасың? Қызда. Не? Қызда. Қызда. Дұрыс. Ал? Түбірі тұз. Қай сөз тағы? Затесін. Затесін отыр. Сұрағын қоямыз? Не Не? тұз. Дұрыс. Алғай? Оған жалғанған жұрнақта Не болып кеткен ол? Қимылға? қимылға етістікке айналып кетеді. Иә, бұлар қандай жолда болды? Қандай сөздер? Туынды Туынды етістік. етістіктер болып кетті. Бұлар қандай болып кетті балалар? Туынды етістіктер. Дұрыс. Өте тамаша. Ары қарай. Ал тағы кім бар? Ал Аружан қайсынікі? Биле. Дұрыс. Бұл тез. Түбірі би. Сұрақ қоямыз? Не? Қай сөз табы? Затесін. Дұрыс. Оған? Ле? Жұрнақ жалғабен не болып кетті ол? Етістікке айналып кетті. Не істеді? Есте? Биле. Ал, отыра ғой. Балалар, етістіктің білші кейін болашақта өтесіңдер жоғары сыныпта. Бұйрықра етістік бар. Өз айтып тұр, бұйрықра етістік десе не деген сөз? Бұйрық бер. Мысалға, би, затесін, биле. Не істеп тұр? Бұйрық тұр, я? Бұйрықра етістік болып тұр. Онан соң қараңдар, кейбір тағы етістік бар. Болымды, болымсыз деген етістік болады. Оны да кейін өтесіңдер. Болымды етістікті істің болмағанын білдіру үшін ма, ме, па, пе, ба, бер жұрнақтарын жалғаған кезде ол болымсыз. Мысал қара, гүлді жұл болып тұр ма, іс болмай тұр ма? Болып тұр. Гүлді жұлма. Не болды? Болдырмай тұр. Яғни оны болымсыз етістік жасап отырмыз. Көрдіңдер ме? Жұлма дені. Ережесін дейді, ал айта қойшы сен. Болымды етістік дегеніміз істің жүзеге асуын айтамыз. Иә. Мысалға алды, өшірді. Ал болымсыз етістік дегеніміз іс-әрекеттің жүзеге аспауын білдіреді. Иә, аспауын білдіреді. Мысалға өшірген жоқ. Өшірген жоқ. Өшірме не болмаса. Айтты ғой, қандай жұрнақтар арқылы жалғаймыз деді? Ма, ме, па, пе, та, де. Дұрыс. Енді қазір балалар, енді бүгінгі біздің осы бірінші жаттығу бойынша дискрипторымыз қарайық. Жатқа айттық. Онан соң не істедік онда? Жатқа жаздық. Онан соң етістіктерді таптық, иә? Ал мына тапсырма бойынша біз не істедік? Өздерің жекеше тапсырма бойынша не істедіңдер? Не істедіңдер? Туынды етістікті ажыраттық. Оны не істедік? Түбір жұрнағына ажыраттық, сөз құрамына қалдырдық. Дұрыс. Олай болса қазір біз 61-ші жаттығуды келесі жаттығуға назар аударайық. Өшірген тек қана екі ақ сөйлемді жазамыз. Сөйлем болған бұл жерде қараңдаршы, қандай сөздер? Тыйым салынған деп тұр. Тыйым салынған деген сөз не деген сөз? Оны орындау керек пе, орындамау
мәжіліс, яғни одан біз аулақ жүруіміз керек екен, иә? Ал дұрыс, кәне біріншісін жазамыз, жылдан. Талап, кім тақтаға шыққан келеді? Аружан. Бірінші сөзді, оқшы бұйын бірінші сөзді. Көпті жұлма сөйлемді ал келіп жаз жылдан. Нүкте, дұрыс. Бұл жерде етістік табамыз, қайсы етістігін? Жұлма. Астын неше рет сызамыз? 2 рет. Ал, есі. Енді осы сөз құрамына талда. Түбірі қайсы? Жол, ал. Көрсет түбірін. Түбірі жол, дұрыс. Ары қарай, ма не? Жұрнақ. Жұрнақты қалай не қыламыз? Үш бір шамыз. Дұрыс, ал. Енді қара, жол, көкті оқиықшы енді. Көкті, жол. Саған қалай айтып тұрмыз? Бүйрік сияқты болып тұр, иә? Көкті жол деп бүйрік айтып тұрған. Яғни бұл бүйрігіра етсіз болып кетеді екен. Егер оған біз ма деген не ма? Жалғау ма, жұрнақ па? Жұрнақ. Ма деген жұрнақты жалғаған кезде не болды? Көкті. Яғни қандай етістік болды? Қандай етістік болды? Болымсыз етістік болды. Тоқта, келесі екінші сөйлемді қане. Ағырке жашы тақтаға кел, жылдам. Жылдам, болжар тез-тез. Суға. Көріп, не? Дұрыс, ал, дереу тап, сызамыз астынан. Етістігін қайсы? Етікірне. Дұрыс. Тез-тез. Айта берсіз, 2 рет сызамыз. Астын 2 рет сызамыз. Енді сөз мұраны қалдаймыз. Оның түбірі түкір. Түкір. Ал мен дегеніміз жұрнақ. Дұрыс. Қандай етістіктің жұрнағы болды? Болымсыз. Болымсыз етістіктің жұрнағы болды. Дұрыс. Енді ол жерде Ағырке маған саған сұрақ қояйын. Бізде мына жерде сөз табында бұл етістік. Сөйлем мүшесінде не болады? Баяндауыш болады. Өте тамаша. Отыра ғой. Дұрыс. Енді тоқта, біз бағанан бері айтып жатырмыз, етістік. Ал соған мысал келтіріп жатырмыз. Мынаның бәрі нені білдіреді? Іс-қимылды. Кәне, кімші, сәне дайындаған пантеномың бар ма, кәне? Көрсетемізші? Көрейік, сын табайық. Жылдан бұл тез. Бар ма? Неға тақтақшы көрсетсеші? Бұл жылдан тез. Бар болса. Маған қарама. Не істеп? Шашын өрді. Дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс. Етістігі қайсы? Өрді. Отыра ғой. Келесі кәне. Ал Ағырке тез көрсетеміз. Қызар оқшыларға қараймыз ба? Тез-тез. Не секілді? Дұрыс па? Дұрыс. Етістік қайсы? Енді осының ереже шығарайық. Секірді, өрді, жүгірді, жылады, ауырды, күлді, биледі. Осының бәрі не? Ал енді ереже жасайық. Не істейді? Затты, іс-қимыл етіп, қимылын білдіретін сөздерді етістік дейміз. Сұрақтары? Не істеді, не қылды, қайтты. Дұрыс, кәне кім Нұрал айтып берші кәне бізге. Етістік дегеніміз заттың іс-қимыл, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Оның сұрақтарды не істеді, не қылды, қайтты. Мысалыға жүгірді, секірді, тамақтанды, биледі. Дұрыс. Қазір тағы бір-екі ойын ойнаймыз, сонымен аяқтаймыз. Кәне кім көрсетіп барды? Кім дайын бар? Әсетбек, кәне жылдам, Әсетбек, жылдам. Кәне біз таба аламыз ба? Кәне көрейікші. Өте тамаша. Қармақты лақтыр, балық аулады. Етістігіміз қайсы? Аулады. Қандай етістік? Дара етістік. Неге? Бір сөзден дұрыс. Сұрақ қоямыз? Не істеді? Не істеді? Дұрыс па? Қошемет. Тамаша балалар. Болды. Енді балалар бүгін біз осы бүгін кәріс сабағымызды не істейміз? Қорытындылаймыз. Бүгін біз сонымен балалар немен таныстық? Етістікпен таныстық. Етістіктің ережесін шығардық па? Шығардық. Енді балалар етістік балалар етістік. Тұлғасына қарай, кәне кім айтады? Нешеге көрінеді? Кім біледі? Тұлғасына қарай. Ал, кім біледі? Тұлғасына қарай нешеге көрінеді екен? Әсетпен? Етістік тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Қандай бұл? Негізгі және негізгі түбір. Түбір етістік. Негізгі етістік және туынды етістік. Міне үштік бөлінеді екен дұрыс. Ары қарай.
нешеге бөлінеді екен? Кәне, Әсия? Құрамына қара екіге бөлінеді. Иә, қандай бол? Дара етістік, күрделі етістік. Дара етістік деп дұрыс, өте тамаша. Онан соң күрделі етістік. Ал дара етістік дегеніміз не? Ережесін айтамыз. Ережесін айтамыз. Гүлдана. Бір сөзден құралған етістікті дара етістік деп атаймыз. Мысалы, жүрді, тұрды, отырды. Дұрыс, тамаша. Отыра ғой, тамаша. Қошемет. Күрделі етістігіміз не? Күрделі етістігіміз не? Басқа айтамыз ба? Күрделі етістігіміз не? Алашы. Күрделі етістік дегеніміз бір-екі сөзден құралатын, бір-үш сөздерден құралатын сөздер. Бір сұраққа жауап беретін Бір сұраққа жауап беретін сөздерді күрделі күрделі етістік деп атаймыз. Дұрыс. Сонымен балалар, бүгін міне сабағымыз осымен, яғни қорытындыладық. Бүгін біз етістік туралы оқыңдар. Кәне жылдам тез кері байланыс есептеріне. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Көңілдерінен шықты ма? Не жаңалық алдыңдар? Қандай жаңалық алғыларың келеді? Сол есебінде байланыс аты жөндерін жазыңдар да. Міне жерде бізде қазақтың ұлттық үш қоржыны тұр. Осы жерге өздеріңнің, яғни кері байланыстарыңды іліп кетіңдер. Кәне бір оқушы келіп өзінің ойын айтып келсінші, мына жерге келіп. Ал Ерке, Жанерке келе ғой. Айта ғой. Мен жасыл бағаны таңдаймын. Өйткені маған сабақ ұнады. Қандай болып санасың? Сұрақтар да ұнады. Етістік туралы ұқтым. Дұрыс, жақсы. Келесі кәне тағы бір оқушы Нұралы келе ғой, өз ойыңды айта ғой. Маған сабақ қатты ұнады. Мен өйткені жасыл түсті қоржынды таңдаймын. Жақсы бір кете бер. Тағы ойын бар ма? Бір оқушы кәне. Кәне бол, Әсия. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Мен етістік жайлы барлық заттарды білдім. Барлық ережелерді, заттарды емес, ережелерді. Өте тамаша. Ал, рахмет балалар, келіп қалғандарының өздерін біле беріңдер. Жылдам өз пікірлеріңді. Кәне, қай қоржынға салғыларың келеді? Келіңдер. Кері байланыстарды біліңдер, жылдам біліңдер. Бәріқтар келіп, қай жерге десіңдер, сол жерге келіп, отыра беріңдер. Дұрыс. Балалар, үйге тапсырма 64-ші беттегі 59-ші жаттығуды мәтінді оқимызда, соның көркем шығармасы қай бөлікте жатқанын анықтап біліп келеміз. Жарай ма? Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабаққа назар беріп, ат салысқандарың үшін сендерге көп рахмет айтамын.